Ақтөбеде 16 жастағы қыз діндар жігітке тұрмысқа шыққан. Жалпы мамандардың айтуынша өңірде кәмелетке толмаған қыздармен заңды құжатсыз діни некеге тұрып алып артынша талақ айтып тастап кету оқиғалары күрт көбейген. Көп ретте жасөспірімдер өздерінің үлкен адамдармен әлеуметтік желі арқылы танысады екен. Артынша олардың арбауына түсіп тұрмысқа шығуға дейін барады. Өткен жылы кәмелетке толмаған қыздардың ерте ересек өмірге араласуының 33 айғағы биылдың өзінде 4 дерек анықталған. Егер сен мұсылман болсаң, асқар тау емес, шұңқырсың. Себебі сен жоқ шайтаннан, жоқ жын періден қорқасың. Жұма сайын мешітке барасың, мектепте нашар оқыған, кітаптың 1-2 бетін оқып, айтып бере алмайтын. Құранды әлі күнге дейін қанша оқыса да түк түсінбей, тәпсірлейтін ұстазға жүгінетін. Имамның семиттердің ертегі аңызынан құралған, уағызына балаша сенетін. Рационалды өз ойы жоқ топассың. Арақ, шарап ішу үшін, 72 хор қызымен болу үшін жоқ шайтанды атқылауға Меккеге барасың. Жұмақтан дәмелі боп. Исламист арабтардың мейрамынан басқа мерекені тойлауға қарсысың. 7 ғасырдың сандырағына соқыр сеніміне сенетін надансың. Егер сенің күйеуің мұсылман болса, өзің мұсылман болсан, сен ардақты ана бола алмайсың. Себебі мұсылман әйелдің еркіндігі жоқ. Мұсылмандар әйел баласын мал санайды. Балалары да анамыз деп құрметтемейді. Аналарына қатын деп, мал ретінде жүретін қара жамылған құзғын деп санайды. Мұсылман әйелге жұмақта да орын жоқ. Қысқасы, мұсылман болсан, әке ретінде де, ана ретінде де, балаларына діни қараңғылықтан, діни соқыр сенімнен басқа үйретер түгін жоқ. Үйрететінің 5 уақыт намазды қалай оқу керек, көтінді қалай жуу керек, еш мағынасы жоқ. Құран сүрелерінің арасынан 4-5 сүрені жаттап алып, тотықұс сияқты қайталай бересің. Айтатының жұмақ, тозақ, Алланың қаһары, әйелдердің әуретті жері, хиджаб, балиғат жасындағы қызды армандау, ораза айт, құрбан айт, мешіт, жұма намаз, мұсылман еместің бәрін кәпір деп жек көру, тіпті басқа мазхабтағы мұсылмандарды да жек көру, қазақтың төл мерекелеріне қарсы шығу, әруаққа қарсы сөз айту және де тағы да басқасы.